Ата-ана сізді қиындықта тастап кетпейтін жалғыз жан. Біз өз балаларымызды ата-анамыздан да қатты жақсы көреміз. Ата-аналарымыз бізден рахмет күтпейді, сондықтан оларға үнемі алғыс білдіріп тұрыңыздар. Шынында біз тек өз ата-анамызға ғана керекпіз, ал басқаларға бар болғаны қызықпыз. Ата-анамыз өмірдегі ең қымбат жандар, бірақ мұны біреуді жоғалтқанда ғана сеземіз. Жүз рет көзім жеткен нәрсе, бізге шын жүректен бақыт тілейтін бұл біздің ата-аналарымыз ғана. Өз ата-анаңызға қатты ренжімеңіз, есіңізде болсын, олар сіздей болған, сіз де солардай боласыз. Бұл өмірде ата-анаңыздан басқа барлық нәрсені қайта табуға болады. Кезінде ата-аналарымыздың дұрыс айтқанын түсінгенде, біздің айтқандарымызды дұрыс емес деп есептейтін өз балаларымыз болады. Ата-анаға деген сүйіспеншілік барлық жақсылықтың бастамасы. Олардың қатесін сынамаңыз, сонда сізді де балаларыңыз қатеңіз үшін сынамайтын болады. Балалар ата-аналары үшін өз армандарынан бас кешеді, ал олар болса, балаларын қуанту үшін өмірдің өзінен бас кешеді. Жануар азық үшін торға түседі, ал ата-ана бала үшін отқа түседі. Ата-анасын ардақтамаған ұл нағыз қылмыскер. Ешбір ұлдың анасына бей-жай қарауына құқы жоқ. Аузыңа ақ сүт емізген, шайнап тамақ жегізген, осы бір жарық дүниеге себепкер болып келгізген, құйрық шайнап май берген, құндақтап жерге жай берген, оның қылған қызметін күн менен жұлдыз ай көрген, анаңдай ғазиз мейірбан табылар саған қай жерден. Жыласаң күн демейтін, түн демейтін, қатеңді кешіретін үндемейтін, анаңның қадірін біл бар кезінде, біреуге көру арман күнде кейпін. Анаға құрмет, атаға қызмет. Атасы бірдің арасындағы араздық өшпейді, анасы бірдің арасындағы татулық көшпейді. Жетесіз бала ата-анасын жерге қаратар, жетелі бала ата-анасын елге қаратар. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің, ағайынның қадірін жалалы болғанда білерсің. Жер бетіндегі жұмақ атаңның үйі, онда ұйқың да тыныш, олар бар тәттісін сенің аузыңа тосады. Ең бастысы онда әкең мен анаң бар. Әрбір бала әкесі мен анасының ыстық алақанын сезінуі керек. Әр бала бақытты өз отбасынан тапсын. Баланы бақытты ететін қымбат ойыншықтар емес, ата-ананың сүйіспеншілігі мен татулығы. Рахметі жоқ адам ең жаманы, ал одан да жаманы ата-анаңа риза болмау.
Бәрін ұмытуға болады, ұлы махаббатты, сатқындықты, өзгелердің сенен теріс айналуын. Бірақ ата-ана қазасы ешқашан ұмытылмайтын қайғы. Ата-анамыз біздің ең қатты жақсы көретін, бірақ көп алдайтын жандарымыз. Ата-анаңызды бағалаңыз, дәл солардай сізді ешкім ешқашан жақсы көрмейді. Сізге шексіз сенім білдіріп, соңына дейін қолдайтын ол сіздің ата-анаңыз. Ата-анам мен үшін бәрін істемеді демеңіз. Олар сізге өзінде бардың бәрін берді. Адамзаттың бәрі өз ата-анасының алдында мәңгілік қарыздар. Әке мен баланың басты мәселесі, баласы ер жетіп сұрақ қоюды доғарса да, әкесі жауап беруді жалғастыра береді. Балаңыз үшін ұялсаңыз, біліңіз, оған өзіңіз ғана кінәлісіз. Өмірдегі ең мықты жан ол сенің ата-анаң. Себебі олар сені кез келген қиындықтан құтқарады, әрқашан және бір сәтке де ойланбайды. Өзіңізді ешкімге керексізбін деп ойламаңыз, өйткені сіз үшін сіздің ата-анаңыз бір сәтке де ойланбай өмірін беруге дайын. Жетпіс жұлдыз жабылып, күндей жарық бола алмас. 7 жеңгең болса да, бір анаңдай бола алмас. 70 жеңгең болса да, ана орны тола алмас. Сізден ештеңені қызғанбайтын, ешқашан жамандық тілемейтін, ал көзінде баласы үшін қуаныш пен мақтаныш болатын жалғыз жан ана. Әйел ана болған күннен бастап әлсіз болудан мәңгілікке бас тартады. Бүкіл әлем саған тас атса да, ата-анаң барда ештеңеден қорықпа.